Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте жылдам дайын болатын дәмді таңғы астың рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Бұл тағамды дайындау үшін маған 2 кусок нан, 3 жұмыртқа, 1 сарделки, 1 жуақ қажет болды. Нанды осылай 4 бұрышты етіп турап аламын. Сарделкиді өте майда етіп, тоже кубиктап, өте майда етіп турап алам. Негізі сарделкінің орнына жаңағы колбаса, не болмаса үйіңізде піскен ет болса, кішкене сол піскен етті осылай майдалап қосып жіберсеңіз болады. Және жуаны да өте майда етіп осылай турап алам. Енді жұмыртқамды жарып, ыдысыма үстіне 100 граммдай сүт қосып жіберемін. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш. Сосын бағанағы турап алған сарделкиімді, пиязымды саламын. Айтпақшыдай, бұған еще сыр қосамын, ірімшік. Менде укроп қосып бердім, кішкене кепкен укроп. Негізі свежий укроп болса, өте вообще керемет болады. Сырды да осылай майдалап, көбейіп етіп, өте майдалап турап аламын. Турап, жаңағы жұмыртқаның үстіне салып, жақсылап араластырып, осылай дайындап аламын. Сосын қызып тұрған табаға сары майды ерітіп, үстіне бағанағы турап алған нандарымды саламын. Осылай салып аламын да, сосын бағанағы жұмыртқамды осы нанның үстіне құямын, әдемелеп тұрып. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Сосын бетін жауып, өте баяу отта 5 минут пісіріп аламын да. Сковородканың қақпағына аударып жіберіп, екінші бетін пісіріп аламын. Сосын тарелкеге жаңағыдай аударып, осылай таңғы асқа дастарханға қойсаңыз болады. Өте дәмді және жылдам дайын болады. Және де бұған көп нәрсе қажет емес. Үйіңіздегі бар нәрседен жасай берсеңіз болады. Бұл жердегі ең басты керекті азық түлік нан мен жұмыртқа. Қалғанын бәрін өзіңіз ойыңыздан құрастырып, фантазияңызбен не қоссаңыз да, ары қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді тағам. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелгеніңіз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Каналымнан алыстамаңыз. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Сау саламатта болыңыз, асыңыз дәмді болсын. Осылай жасап көріңіз. Өте дәмді.